формада айта салайыншы. Андай ауыр қатты жазбай ақ қойыңыздар, оны өзім де білемін негізінде сондай екенін. Сол жалпы. Бір бастап аласың да әйтеуір жеп қоясың кейде, иә, сөздеріңді. Жақсы ма барлығы жалпы? Аружан, сенде? Айдай ханым, барлығы жақсы. Жақсы болса болды енді. Жандос, келіп қалыпсың? Кеше неге болған жоқсың? Сұранып кеттің ба? Қалайсыз Айдай ханым? Сұранып кеткен болатын. Шұғыл түрде ауылға барып қайттым. Сол енді кеше бір көзім шалып қалғаны шынымен де бір әсерлі эфир болған сияқты. Бірліктің айтқан негізінде шындық қой. Шындық всегда шырылдатады. Содан кейін жазып жатқан хейттарға дейін негізінде адамдарға да айтқым келеді. Негізінде шындығын айтты. Бәрібір мына жақта енді Аружанның өзі де айтып тұр ғой, ол нәрсе мен білем. Бірақтан оны естіген бір түрлі деген сияқты. Айтсаң айтып өлтір деген дүниені айтты ғой бірлік. Негізі риза болып отырмын. Бірақтан енді рас өтірігін білмеймін, бірақ бір кісілерге кішкене бір ашуым келгені бар кеше. Кімге? Бір аралап келе жатып көріп қалдым, ректан шығып қалды. Бір кісілер пікірімен дұрыс келмеді ма, әлде оймен дұрыс келмеді ма? Нұрсұлтан. Или пікірді айта алмады ма, или сөзін дұрыс жеткізе алмады ма, мен сол адамға қатты ашуым келді кеше. Негізі дұрыс жеткізе алмаған сияқты болды. Я, өзі де шатасып кеттім деді ғой, кеше мойындады ғой, Нұрсұлтан, я? Айдай ханым, кеше ол пікірімді негізі дұрыс жеткізе алмадым. Тағы да айтамын, енді Айшырақтың да қолдаушылары дұрыс түсінбей қалған екен, өзінің жігіті де дұрыс түсінбей қалған екен, Данияр аға да. Бірақ Айшыраққа эфирден соңында айтқан болатын, Айшырақ, менің ойым осындай болған, саған осылай жеткізу керек едім. Бірақ ортадағы адамдар енді маған жағаласып сөйлеген үшін мен ойымды дұрыс жеткізе алмадым. Негізінде ол жерде енді айтпай қойын қайта-қайта, бірақ Айшырақтан да мен кешірім сұраған болатын. Айшырақты қолдау мақсатымен сен айтқан болатынсың, керемет ана, өзінің қызына керемет тәрбие беріп отыр. Міне достойный, тек жерден шыққан керемет адам деп, достойный адам деп айтқан болатын негізінде солай. Айшырақ? Иә, негізінде Данияр жетіп келді эфир біткеннен кейін. Жаңа супермен сияқты енді бәрібір де мен қолдау ретінде жетіп келеді ғой. Бірақ сол кезде біз тоже Данияр екеуміз кішкене сөзге келісіп қалдық, бірақ оны шешіп алдық. Көп жаңағыда мен қолдаушыларым бар, көп астында комментариялар бар. Дұрыс түсінбей қалған екен Нұрсұлтанды, бірақ менің ең жақын адамым, менің мамам оны түсінді. Нұрсұлтанға реніші жоқ. Шынымен де бала ана жерде ортада отырған бала оның сөзін бөле бергендіктен Нұрсұлтан өзі не айтып не қойған білмей, ойын жинақтай алмай қалды. Сен оған ренжіме деп мен мамам айтып жатыр. Оны түсіндік, ең басты ренжімей дұрыс қабылдасаңдар болғаны. Менде де дұрыс жағынан қабылдадым. Сондықтан ешқандай реніш жоқ. Жандос. Мен просто мына жерде айтқым келген, біреуді даттап, біреуді ақтап алғым келіп тұрған жоқ қой. Просто Нұрсұлтанға жай енді кеңес ретінде айтып жатырмын. Әр шыққан сөзге негізі жауап береміз, каждыйымыз. Менде мысалы қанша тоқтай тұр. Кімнен біреуден ақыл сұрайтын жаста емессің. Сен тоқтай тұрсын енді айтып алайын да. Мен айтып алайын енді. Сен Жандос аға деп сыйлайсың ба, мен саған аға ретінде просто кеңесімді айтайын, бір-екі ауыз. Әр шыққан сөзге біз жауап береміз. Біз қанша ашып пікір айтсақ та мына жерде, біз жекеге өтпегенбіз да просто. Соны айтып тұрмын мен саған. Басқа ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ, просто ашуымды айттым, көзім жетті, болды. Негізі айтылған сөз оқпен тең деп бекер айтпаған ғой қазақ атамыз. Негізі біз ғалымдардың зерттеуі бойынша, негізі біз айтқан сөзіміз мына энергия пространствода 3 жыл кемі өмір сүреді екен. Соны абайлау керек екен да, әр сөзге шынымен шатасып кетсең де, бәріміз де шатасамыз ғой, пендеміз ғой. Сонда да бір ауыр тақырыпты кішкене алдын ала ойланып алған дұрыс деп ойлаймын да, сосын ренжімеу үшін ешкім. Таңат, өзің қалай ойлайсың? Айдай ханым, бұл жерде енді мен де кеше түсінбедім, бірақ та Нұрсұлтан меңзеп Айшырақты жамандап айтқан жоқ, просто Айшырақты қорғау мәселесінде болды да. Бірақ та біздің енді эфир мәдениеті деген нәрсе бар ке өзімізден де. Сол шатастырмаңыздар, шайналайындар. Мына жерде отырды кеше Аружан бірлік. Сол кезде негізі үйтіп қатты айтудың қажеті жоқтау деп ойлаймын. Негізінде халық алдында отырғандықтан ол айтылған сөз ол сүйектен өтіп кетті, бірақ эмоцияға шығардық, сөйледі, бірақ та ол сәл қыз баласы ғой дегенім ғой.
мен қазір бірлікті жамандап тұрған жоқпын негізі, ол просто ащы шындықты айтты, бірақ халықтың андай айтқаны ол сәл өте андай біртүрлі болып қалды да, бәріміз де түсінбей қалдық. Иә, халық та дұрыс түсінбей қалды, кейбір азамат пен азаматшалар да түсінбей қалды. Нұрсұлтан өзінің ойын дұрыс жеткізгісі келді, бірақ барлығы жаман ойлаған ой